Микрокредиттік ұйым счеттарыңызға, мүліктеріңізге арест қойып қойды ма? Ол аресті қалай шешуге болады? Болмаса, несиелеріңіз үлкен болып кетті ма? Микроқаржылық ұйым бойынша оларды қалай азайтуға болады? Сіздермен заңгер Шыныбаев Марғұлан, каналда қалыңыздар. Микрокредиттік ұйым, болмаса микроқаржылық ұйым. Егер сіз оған қарыз болып қалсаңыз, олар әрине сот орындаушы арқылы мүлкіңізге, болмаса счетыңызға тыйым салуға құқылы. Бірақ осы тыйымды қалай алып тастауға болады? Сол туралы талқылап өтейік. Біріншіден, нотариус атқару парағын шығару мүмкін. Яғни сотсыз атқару парағын шығарып, соның негізінде арест қойып қою мүмкін. Соны біліп алыңыз. Егер нотариус шығарған болса, нотариусқа қарсы талап арыз жазасыздар бірінші кезекте. Екінші кезекте сот орындаушыға аресті шешу туралы арыз жазасыздар. Сөйтіп нотариус өзінікін жаңағыдай атқару парағын күшін жояды, сот орындаушы өзінің тыйымын, арестің күшін жояды. Осы арқылы сіз өзіңізді аресттеріңіз шешіп алсаңыз болады. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант, егер сот шешімі шығып кетсе, мысалы, сырттай сот шешімі шығып кетті, сот шешімінің негізінде сот орындаушы арест қойды, осындай арестті қалай шешуге болады? Ондай болатын болса, сотқа арызданасыздар. Менің қатысуымсыз сот жүргізіліпті, сот шешімі шығыпты. Соттың шешімінің күшін жойып, қайта қарастыру туралы арыз жазасыздар. Сот шешімі ұйғарым шығарып береді сізге, сол сырттай шешімнің күшін жою туралы. Сол ұйғарымды аласыздар да арыз жазып сот орындаушы өткізесіздер. Міне, соттың шешімі күшін жойды, тыйымдарды шешіңіз. Осылайынан өздеріңіздің счеттарыңызға, мүліктеріңізге қойылған аресті мүлдем шешіп тастауға болады. Әрине, артынан кейін банк болсын, микрокредиттік ұйым болсын, арыздану мүмкін, бірақ ол бөлек сұрақ. Екінші, микроқаржылық ұйым бойынша проценттерді қалай азайтуға болады? Проценттер, микроқаржылық ұйым, сосын кейін микрокредиттік организацияларды екіге бөлініп жатыр. Микрокредит, микрофинанс организация деп. Бізде негізі микрокредиттік ұйым деген атымен жоқ, ондай заң жоқ. Бізде микроқаржылық, микрофинансовый ұйым деген заң бар, сол микроқаржылық ұйымдар жұмыс істейтін негізі, ал микрокредиттік ол әшейін компания, туошка ашып алған, олардың лицензиясы жоқ сіздерге несие беруге. Сондықтан бірінші кезекте несиесін тексеру керек. Лицензиясын тексеру керек дегенімді. Лицензиясы бар ма, жоқ па тексересіздер. Оны оңай тексеру мен астында қалдырамын. fin.reg сайтына кіресіздерде, лицензиясы бар ма, жоғын тексересіздер. Егер лицензиясы жоқ болса, ол микрокредиттің договорын заңсыз деп танып, сіз қанша алдыңыз, соншаны ғана қайтаруға болады. Мысалы, 90 мың алсаңыз, 90 мың ғана қайтарасыздар. Ал бұл микрофинансовый организация болса, микроқаржылық ұйым болса, және лицензиясы бар болса, олында қалай болады? Онда есептейсіздер, сіз қанша алдыңыз? 100 мың теңге алсаңыз, үстінен 56% ғана төлеуіңіз керек. Яғни 100 мың теңге алсаңыз, 156 мың теңге, одан аспау керек. Қазіргі біз практикада көріп отырғандай, 100 мың теңге алсаңыз, ол 400-500 мың теңге болып кетеді. Сондықтан 150 соны қысқартса болады. Максималды 156 мың теңге ғана төлейсіздер. Әрине, сотқа арыздану керек, сот арқылы осыны дәлелдеп 400-500 мың емес, 156 мың, 100 мың теңге төлеуге әбден болады. Енді сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан, астында сіздерге ссылкасын қалдырам, қандай заңды қарау керек екен әрине. Әрине, және подписаться, тіркеуді басыңыздар, лайкты баса отырыңыздар және қоңырауды ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеоның құр қалмас үшін. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан, кездескенше күн жақсы.